Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын шығынды көрсетші. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Әдеттегідей балалар, жаңа сөздермен танысамыз. Мынау не? Что это? Көрсетші. Покажи. Мынау менің ойыншығым. Это моя игрушка. Ребята, давайте вместе повторяем новые слова. Мынау не? Көрсетші. Мынау менің ойыншығым. Енді балалар, жаңа сөздерді қатыстырып, мына сөз тіркестерін оқимыз. Чтобы запомнить новые слова, ребята, вместе прочитаем словосочетание. Мынау не? Это что? Мынау менің ойыншығым. Это моя игрушка. Ойыншықты көрсетші. Покажи игрушку. Бұл қоян. Это заяц. Мынау мәшине. Это машина. Мынау арыстан суреттегі сары. Это лев. Еще раз повторяем. Қоян, мәшине, арыстан. Суретте біз 3 ойыншықты көріп тұрмыз. Жарайсыңдар балалар. Тыңда, қайтала оқы. Прослушай внимательно, повтори, прочитай. Енді мәтінді тыңдаймыз. Менің ойыншығым көп. У меня много игрушек. Мынау лего ойыны. Это игра называется лего. Мен лего құрастырамын. Я собираю лего. Менің достарымда ойыншықтар бар. У моих друзей есть игрушки. Анельде ақ қоян бар. У Анели есть белый заяц. Аннада арстан бар. У Анны есть лев. Сашада мәшине көп. У Саши много машин. Суретте нені көріп тұрмыз балалар? Ақ қоян, арстан және Сашаның мәшинелері. Лего ойыны. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Келесі тапсырма, айтылым тапсырмасы. 26-шы бет. Бірінші тапсырма. Қажетті сөздерді қойып айтамыз. Мынау не? Мына ойыншықтар. Әлібектің лего ойыны бар. Анелдің ақ қояны бар. Сашаның мәшинелері бар. Неше мәшинесі бар екен? 1, 2, 3. Жақсы балалар. Келесі кезекте жазылым тапсырмасы. 27-ші бет 3-ші тапсырма. Суреттер бойынша сөйлемдер құрастыры. Составьте предложение. Үлгі, образец. Мынау Айгүл. Оның ақ қояны бар. Мынау кім? Мынау Анна. Оның арыстаны бар. Осы тәртіппен сөйлем құрастырамыз. Сурет бойынша сөйлемдерді құрастырамыз. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.